маманымыз 2 жыл ғана еңбек өтілі бар. Айша Нұрболатқызы Абай жолы романын заманауи қалай оқытып жатыр, сол туралы қысқаша айтсын. Сонымен біз аяқтаймыз, кері байланысқа дайындалып отырмыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Дәл қазір енді ортамыз қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдерімен толып отыр екен. Біздер үшін білесіздер, Абай жолы романын оқыту ол ең күрделі әрі ең қызықты бір тараудың бірі. Соған сәйкес, жалпы сіздерге мынаны ұсынғым келіп отыр. Ахмет Байтұрсынұлы айтады, әдіс дегеніміз керекшіліктен шығатын нәрсе деп. Демек, Абай жолы романын оқытуда біз қандай әдістерді сізге ұсына аламыз деген ниетте осы дәл қазір айтатын боламыз. Абай жолы романын комикс арқылы оқыту деп алып отырмыз тақырыпты. Білесіздер, қазақ әдебиетін оқытқан кезде Абай жолы романын оқытуды, жалпы Мұхтар Әуезов шығармашылығын оқушыларға оқытуда ең көп еңбек жазып үлесін қосқан ол Қанипа Бітібаева. Қанипа Бітібаева өз еңбегінде айтады, Мұхтар Әуезовтің тағылымын оқу мен тәрбие беруде тиімді пайдалану, қажетке айналдырудың көзін тауып, мұғалімдер оның қонымды жолын ізденуі керек. Мұхтар Әуезов шығармашылығын оқытудың тиімді жолдарын іздеу бүгінгі оқыту үрдісінің талап деңгейінен туындайды дейді. Жалпы балаларға осы Абай жолы романын оқытып жатқан кезде, әртүрлі біз олардың көзқарастарымен талдатқан кезде ойларын естіп жатамыз. Тіпті мәселен қазіргі кезде осы Абай жолын оқытып жатқан кезде маған бір оқушы былай деп сұрақ қойған, қайтқанда тарауында олар Есенбайдың жаңағы ұры деп Абайдың Жорға Жұмабайды қорқытқанын жасаған кезде, апай ол Абай деген дәл сол сәтте пранк жасаған жоқ па? Жорға Жұмабайды қорқытамын деп, ол оған пранк жасады деп, солай бір түсіндірген кезі болған. Сонда демек балалардың да қазіргі өзінің түсінігіне, оның дәл Абай жолын түсіне алатындай етіп оқытудың жолдарын іздестіру, ол біздер үшін де бір міндет деп айтуымызға болады. Әуелі мына нәрсені айтқым келіп тұр, комикс дегенді естулеріңіз бар ма? Жалпы оқыту үрдісінде қолданып жүргендеріңіз бар ма? Комиксті. Комикстер қазіргі кейінгі 4-ші сыныптарда еніп жатыр ғой, ана бағдарлама бойынша бар, сонымен оқытқан бар комикстер. Жақсы, пікірлеріңізге рахмет. Енді бұнда атаулар туралы үш сұрақпен талдайтын болсақ, комикс дегеніміз не дегенде, бұл комикс әуелде бізде қазір айтылып жатыр, бірақ шетел тәжірибесінде, мына оқыту үрдісінде бұл әуелде әдебиет жанр ретінде қалыптасқан, әдіс ретінде емес, көркем шығармалар иллюстративті, мынау графикалық роман түрінде жарық көре бастаған. Кейін балалардың мынау тез қабылдайтын, визуалды мәтіндерді тез қабылдайтынына зерттеу жүргізілгеннен кейін бұл оқыту үрдісіне енгізілді. Ең алғаш Франция, Испания, Италиядан шықты да, кейін бұл біртіндеп дамып, қазіргі кезде комикстен оқудың көш басында Жапония тұр. Енді бұл комикс қайдан пайда болды деген кезде, осы жақында ғана мен өзім қазақ әдебиетін оқыту әдістемесіне байланысты диссертациялық жұмысымды қорғадым. Сонда комикстерді біз қазір шетелден алған есепті түсіндіреміз. Осы біздің мынаның қолдануы бойынша деп. Бірақ архивке сүйенген кезде, келесін архивке сүйенген кезде мынандай дүниені таптық. Қазір сіздерге осы да ғылыми жаңалықпен бөліспекпін. Қазақ әдебиетінде комикс жанрында жазылған шығармалар бар. Ол қашан дегенде 1929 жылы Жүсіпбек Аймауытов «Жаман тымақ» дейтін поэмасына балаларға журналға осындай комиксті жазып шығарған екен. Бұл өткен ғасырдың басында жазылған. Яғни бізде алғашқы қазақ комиксін Жүсіпбек Аймауытов жасаған деген тұжырымды біз айтып, кейінгілерге де осы нәрсені айтып жүруіміз керек. Мына суретке қарасаңыздар, міне бұл поэма, көлемді поэма. Енді символикалық мәнде жазылған «Жаман тымақ» деген адамдар, сол кездегі оқуға идеясы шақырылды негіздеген. Мына жерде соның түрлі осы журналға жасап берген. Енді қазіргі кезде комикстер бұлар оқыту үрдісінде бізде еніп жатыр, бірақ осы зерттеу барысында осы тақырыпты келесіге ауыстырып
шетел тәжірибесінде мынау тек қана әдебиетте емес, көркем шығармаларда емес, күрделі мәтіндерді оқытуда комикстерді көп қолданатындығын көреміз. Мәселен, осы Гарвард университетінің түлегі, әрі сол жерде кейін оқытушылық қызметті атқарған Ларри Гонингтің әлемде жаратылыстану сырлары атты комикстері кең танылған. Ол дегеніміз физика, математика, генетика, статика бәрін комикс түрінде, яғни күрделі мәтіндердің бәрін балаларға түсінікті иллюстрациялық визуал мәтін түрінде көрсеткен. Енді сіздердің ойларыңызда мынандай сұрақ тууы мүмкін. Бұл сурет қана болатын болса, комикстің жай суреттен не айырмашылығы бар деген. Комикстің басты ерекшелігі бұл комиксте мәтін қолданылады. Яғни суретпен бірге мәтін ұсынылу керек балаға. Мынау соның дәлелдері. Енді бұл қазіргі кезде бұл балалардың визуалды бейненің қабылдауда 55%-ға дейін өте жақсы тиімді болатынын анықтап ғалымдар зерттеу жасап жүргізген. Келесіге. Енді бұны абай жолында біз қалай қолданамыз? Жалпы әдебиетте біз көркем шығармаларға комикстерді қалай қолдансақ болады деген сауал туындайды. Әуелі мынадай нәрсені ұсынғым келіп отыр. Комикстерді қолдануда біз ең әуелі көркем мәтінді оқуға ұсынсақ болады. Яғни берілген шығарма сюжеттік құрылымы күрделі болатын болса, балаға комикс түрінде ұсына аламыз. Және шығарма үзінділермен жұмысқа. Мәселен, егер сіз шығарманың фабуласын, сюжеттік желісіне қатысты, кейіпкерлердің образына, жиынтық, даралық сипатына байланысты талдау жүргізетін болсаңыз, онда біз комикстердің белгілі бір үзінділердің негізінде мәтінмен жұмыс еткізіп көрсетуімізге болады. Келесі шығармашылық жұмыс ретінде. Яғни бұл бағытта біз балалардың өздеріне комикс салғызып, яғни сол шығарманы қаншалықты түсінді және өзі қалай жаңа туынды жасай алады деген мақсатта жасатуымызға болады екен. Мынау абай жолының қайтқанда тарауы бойынша жасалған комикс. Енді бұл жерде бізде көркем шығармаларға комикстер шығып жатыр, арнайы қолға алынған, бірақ дәл осы абай жолын сіздер кейін оқушылармен бірге өздеріңіз жасап көрсеңіздер де болады. Қазақ әдебиет сабағында басқа да шығармаларға енді мына жердегі видео саммариден алынған үзінділерге жасалған мәтінмен шағын комикстер сіздерге алынып тұр. Келесіні ауыстырып жіберсеңіз. Мәселен, енді бізде осы қазақ әдебиеті бағдарламасы бойынша абай жолы романы қазір 10 сыныпқа ұсынылған. Ол 10 сыныптың ішінде 33 сағат оқылды. Қателеспесем, 10 сыныпқа сабақ беретіндеріңіз 3-ші тоқсанда, 11-ші сыныпта да бар, 10-ші сыныпта, бірақ біз 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші жоқ. Бұл тереңдетілген қазіргі желілік абай мектептеріне ұсынылған бағдарлама бойынша. Енді соның ішінде сіз мына оқу мақсатына сәйкес қолдана аласыз деп мына жерде көрсетіп тұрмыз. Жекелеген нысандардың образында ашуын түсіндіру бойынша немесе көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралауға қатысты. Егер бізде қазір Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінің комикстері және Батырлар жырының комикстері бар жасалған. Дегенмен абай жолының толық комиксін енді жасап, осындай өзіміз жасап ары қарай ендіретін болсақ, бұл тіптен тиімді болады. Бірақ дегенмен де егер толық осындай нұсқасы болатын болса, абай жолының, онда абай жолын графикалық романға айналдыра алар едік деген нәрсені де айтып өткім келеді. Келесін. Енді шығарма үзінділерімен жұмыс ретінде біз қалай қолданамыз дейміз. Мәселен, бұл иллюстрациялық визуал түрінде ұсынылатын болса, мына үзіндіні оқи қояйын сіздерге. Ақ патшаның арқаға қаққан төресі, әр адам қазақ бағынған хан төрем. Мұны күтпей кімді күтем деген мына жердегі Оразбай Әзімбайлардың абайға қарсы 4-ші томнан алынған сол жердегі үзіндіні ұсынып, оған иллюстрациялық материалдар бізде кейіпкер образын талдатамыз, сол прототип ретінде. Сол кезде абай жолындағы Әлихан Бөкейханның бейнесі кім деген сұрақты көрсетіп, арнайы жазып сол үзіндімен талдатсақ та болады. Мәселен, өздеріңізге де қазір атап өткенде Әлихан Бөкейханның абай жолындағы образы Әзімхан Жабайханов деген кейіпкермен берілген. Ол 4-ші томда бізде айтылады. Оны енді бұл абайтанушылар айтады, Тұрсын Жұртбайлардың еңбегінде, жалпы Мұхтар Әуезов белгілі қайраткерлерді, енді прототиптері бар екенін сіздер жақсы білесіздер, Барлас ақынның деген сияқты. Дәл сол сияқты Әлихан Бөкейханды да шығарма үзіндісімен талдатқан кезде иллюстрациясымен қосып берген тиімді болады. Келесі жұмыс ретінде қалай қолданамыз деген кезде
бұл комикстерді мәтін ретінде қолдануға болады. Оның ішінде салыстырмалы тұрғыда біз көрсетіп талдатуымызға болады. Мәселен, Абай жолы романында мынандай бір үзінді бар. Толықша келген, әппақ жүзді, қырлы мұрын, қара көз қыздың жіп-жіңішке қасы да айдай болып қиылып тұр дейді. Бұл кімнің сипаты? Тоғжанның сипаты. Ал Мұхтар Әуезов білесіздер, Абай жолы романын 4 томды жазған кезде ол Абайдың өлеңдерінен өзі қара сөзге, прозаға айналдырып, кең көлемді дүние шығарған. Мәселен, Абай Құнанбайұлының өлеңінде айтады: қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласы аз, қара көзі нұр жайнайды. Жіңішке қарағасы сызып қойған, бір жаңа ұқсатамын туған айды. Мына жердегі эпитеттердің тура қолданысын Абай Мұхтар Әуезовтың романынан да Абайдың өз өлеңімен де салыстырмалы тұрғыда сіз талдап көрсетіп қолдансаңыз болады. Енді сіздерге мен қазір біздің мектебімізде оқырмандар клубы жұмыс жасайды. Сол оқырмандар клубы бұл қазақ тілі мен әдебиетінен бөлек бізде арнайы қолға алынған. Онда балалар ай сайын белгілі бір шығармаларды нысанға алып, оқып, талдау ұйымдастырады. Мынау біздің осы комикстерді оқырмандар клубының арнайы бір осы мамыр айына қолданып жасаған, басқа көркем шығармаларға жасаған комикстеріміз танысуларыңызға болады. Сөзімнің соңын қорытындылай келгенде, Дінмұхаммед Қонаевтың керемет бір сөзі бар. Өмірдің екі тірегі бар, ол үйретуден жалықпау, үйренуден аянбау дейді. Сондықтан үйретуден жалықпайық, өзіміз де үйренуден аянбайық.